Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте әдемі болып шығатын, әрі өте дәмді лечо салатының рецептімен бөліскелі отырмын. Жасалу өте оңай бұл салатты менімен бірге жасап көріңіздер. Салатымызға қосатын көкөністердің мөлшерінің барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Егер сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз, жандағы қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ендеше жұмысымызға кірісеміз. Ең алдымен барлық көкөністерді жуып, жақсылап тазалап, содан кейін сарымсағымызды әдеттегідей ұсақтап турайтын боламыз. Содан кейін сәбізімізді жіп-жіңішке етіп турасаңыз болады, немесе мен сияқты теркадан өткізе салсаңыз, уақытыңыз үнемдірек болады. Пиязымызды да тамаққа турағандай турап алатын боламыз. Содан кейін тәтті бұрыш, яғни болгар бұрышы, осыны ұсақтап, төртбұрыштап, әдемілеп турап шығамыз. Енді қызанақтарымызға келсек, мен блендерден өткіземін. Ет таттығыштан өткізуге де болады. Сол үшін төртбұрыштап, ұсағырақ қып, алдымен дайындап аламыз. Жаман жерлерінің барлығын алып тазалаймыз. Ыдысымызды отқа қойып, үстіне сұйық майымызды құямыз. Содан кейін пиязымызды қоп-қоңыр болғанша, яғни жақсылап қуырып алатын боламыз. Ыдысымыз үлкендеу болғаны жақсы. Менің қазаным кіші болғандықтан мантыварканың ыдысын пайдаланып жатырмын. Пиязымыз қуырылып болды деген кезде лазымызды саламыз. Содан кейін лазымызды жақсылап бір-екі аунатып қуырғаннан кейін сәбізді салып, осылай араластыра отырып, өте көп араластырып жібермеңіздер, езіліп кетеді. Осылай жақсылап қуырып алатын боламыз. Лазы мен сәбіздің көлемдері біраз басылып, қуырылғаннан кейін осылай үстіне блендерден өткізілген помидорымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Енді қақпағын жауып, салатымыздың қайнағанын күтеміз. Міне біздің салатымыз қайнап бастады. Енді осы кезде тұзын, қантын салып, жаңағы дәмін көреміз. Мен жаңа басында 3 ас қасық қант, 3 ас қасық тұз салдым. Кейін тұзын көріп, тұзы аздау секілді көрінді. Содан кейін 2 ас қасықтан қостым. Жалпы менде 5 ас қасық тұз, 5 ас қасық қант қосылды. Және де мен ащы бұрыштан 2 дана қосып жібердім. Өте балалар болғандықтан біз көп ашты пайдаланбаймыз. Және де ұнатсаңыздар лавр жапырағын қосып, осылай сірке суын 9% немесе 70% сірке сулары жарайды. Және де ірі қара бұрышты қосып жақсылап араластыратын боламыз. Егер сіздер салаттың ашты болғанын қаласаңыздар, жаңағы ащы бұрыштан көбірек қоссаңыздар болады. Енді осылай әдемі отта салатымызды жарты сағат қайнатып аламыз. Салатымыз дайын болуға 10 минуттай уақыт қалған кезде сарымсағымызды және укроп, петрушкаларымызды қосып, тағы да дәмін көреміз. Бізде салатымыз жалпы 40 минуттай қайнайды. Салатымыздың дайын болғанын сәбізді жеп көру арқылы білетін боламыз, яғни сәбізіміз қатты болмау керек. Бізде салатымыз дайын болды. Енді отты өшірмейміз, баяу отқа қоямыз. Банкалар мен қақпақтарды міндетті түрде булап алатын боламыз. Мен ыстық суда 3-5 минуттай қайнатып алатын боламын. Осылай банкамызды суытпай және салатымыз ыстық күйінде банкаларға салып, аузын жапқышпен жауып, және де банкаларымызды аударып қоямыз. Банкаларымызды көрпемен жып-жылы етіп орап қоямыз. Содан кейін 1-2 күннен кейін сақтайтын орындарыңызға апара берсеңіздер болады. Міне осылай біз салатымызды дайындап шықтық. Менде дәл осы рецептпен 7 литр банка салат шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Тағамдар каналы.